Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып өкшедегі шпор немесе өкше тіктігі туралы айтатын боламыз. Өкше тіктігі көп адамдарда кездеседі. Өкше тіктігі дегеніміз, өкше қатты ауырып, аяғын баса алмай қалады. Ол белгілер таңертең ұйқыдан тұрғанда аяқты баса алмай қалады. Өкшедегі шпордан жазылғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Де аяғым шпор болып ауырған. Көптеген емдер қолданып пайдасы болмады. Осы демекситті пайдаланып 7 күнде аяғым жақсы болды. Одан бері 4 жыл болды аяғым ауырмайды. Бізге керекті сұйықтық демексит. Демексит бұл дәріханаларда сатылады, барлық дәріханаларда бар. Біздегі дәріханада 430 теңге тұрады. Ондай қымбат емес. Демекситті аламыз, оған демекситтен бар ғой, бір қасық демекситті кесеге құямыз. Кесе немесе басқа ыдысқа құюға да болады, бір қасық. Демекситті қанша құйсақ, сонша су құямыз. Енді бір қасық демексит құйдық, енді оған бір қасық су құямыз. Екеуін араластырамыз. Демексит пен суды екеуін араластырамыз. Оған ватный дискі керек. Сосын пищевой пленканы алдын ала дайындап қойғанмын. Ватный дискіге жаңа дайындап алған демекситімізді құямыз. Пищевой пленкіден сұйықтық басқа жаққа қарай шығып кетпеу үшін ватный дискіге құйдық. Пищевой пленка ол демекситті сыртқа шығармайды. Бинтімізді дайындап аламыз. Жаңа дайындап алған демекситімізді аяғымызға осылай қылып жабыстырып тастаймыз. Сыртынан жаңағы алған бинтімізді жақсылап ораймыз сыртынан. Демекситті 20 минут қоямыз. 20 минуттан артық қоюға болмайды. 20 минут қойғаннан кейін демекситті шешіп алып, аяғымызды сабынменен жылы суда жуамыз. Бұл әдісті ұйықтар алдында жасаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Айтпақшы, комментария жазып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.